Қазақстан халқы ассамблеясына 30 жыл мерейтойға орай Достық үйінде кітап көрмесі өтуде. Көрменің мақсаты жастарға бірлік пен бейбітшіліктің маңыздылығын түсіндіру. Сондай-ақ ассамблеяның еліміздің әлеуметтік, мәдени және білім беру салаларындағы ықпалын кеңінен насихаттау. 10 мыңнан астам кітап көрмесін көрсетіп отыр. Яғни бұл кітап көрмесі бүгін күннің аяғына дейін жалғасады. Яғни бүгін таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін осы кітап көрмесі жалғасады. Біздің түрлі жаңағы айтып отқан 17 этномәдени бірлестіктердің мүшелері осы таңнан кешке дейін келіп, осы жерде кітап көрмесімен, кітаптармен танысып, өздеріне қызықты жаңағы өздеріне қызықтырған кітаптармен танысып, ары қарай оқып таныса алатын болады. Кітап көрмесіне шаһардағы кітапханашылардың барлығы дерлік ат салысуда. Түрлі кітаптарды ел назарына ұсынып, оқуға құштарлығын ашуға ықпал етуде. Біздің кітапхана қазіргі кезде осы мерейтойларға дайындалудамыз, іс-шараларға дайындалу, әртүрлі іс-шаралар. Бұл жерде Әл-Фарабидің өздеріңіз білесіздер 141 еңбегі бар, метафизика, астрономия, философия, жаратылыстану, логика сияқты тағы да басқа көптеген 141 еңбегі бар. Соны қысқаша жазылған жерде алхимияға байланысты да еңбегі жазылған. Айта кетейік, Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығына орай 30 игі іс атқарылатын болады. Бүгіннің өзінде мәдени шараның бірқатары іске асты.